Жәкең жай қатардағы журналист болған жоқ. Жәкең осы қасиетті қазақтың бүгінгі шығып тұрған газеттер ішіндегі ең байырғы газеттің дем берушісі болды. Төменнен бастап, тілшіден бастап, редактордың орынбасарына дейін үлкен қызмет жолынан өтті. Әсіресе мынау генштаб дейміз, секретариаттың жауапты хатшы болған кезінде жұмысы өте өнімді болды, әрі нәтижелі болды. Неге? Өйткені бойы толған идея, санасы толған небір ұялап жатқан пікір, ұсыныс, қатпар-қатпар ойлар, міне солардың бәрі газет бетінде көрініс табады. Ең алдымен мақалалардың өн бойынан табылады. Қала берді анау макеттен газеттің безендірілуінен орын табады. Міне сөйтіп, газеттің жаңа бір сатыға көтерілуіне Жәкең маман ретінде де, азамат ретінде де және жанашыр тұлғасында да көп еңбек сіңірді. Жәкеңнің енді бір жақсы қыры мықты шәкірттер тәрбиеледі. Айтады ғой, ұстазы қандай болса, ұстанымы сондай дейді. Жәкеңнің тәрбиелеген шәкірттері кәдімгі әлгі кірпішті қалай құясың, солай ғимарат тұрады ғой. Сондай тұрып оларды құйды деген сол, олардың алғашқы мақаласынан бастап көбісі ақын болып отыр, көбісі жазушы болып отыр. Сол шығармашылық жолдарына нұсқау бере білді. Нұсқау бергенде жай сөз түрінде емес, өзі жеке басының, өзі қаламының желімен өзі жазып көрсетіп, өзі сол жаңағы үлкен арнаға түсіп, небір жаңағы иірімдерді, журналистік иірімдерді, жазушылық иірімдерді көзімен көріп, қолмен ұстай отырып, соның бәрін жастарға берді. Жастар кәдімгі күннің сәулесі түскен тас болады ғой. Күннің сәулесі түскенде жаңағы моншақ тастар кешке таман өзінің сәулесін, жылуын бермей ме? Сөйтіп жылуын берген жастар бүгінгі қазақ журналистикасының түкпір-түкпірінде, әрбір сатыларында, анау Астанада, анау Алматыда қызмет етіп жүр. Бұл журналистің, тәжірибелі журналистің бір екінші бір бақыты деп есептеймін. Армысыздар, баршаңызға жетісудың жерінде, Талдықорғанның төрінде, Мұхамеджан атамыздың атындағы мынау бүкіл тарихымыздың жайдагерін сақтаған қара шаңырақта көргенімізге қуаныштымыз. Бүгін бір ерекше әдемі күн, әсерлі кеш болатынына сенімдіміз. Бүгін сөз қадірін өз қадірінен білетін, қаламды қару өткен қазақтың қасиетті сөзін рухани азық еткен сөз ұғар жандар осы жерде. Алтын шыққан жерді белден қаз дейді. Сол бүгін бір белден қазып, сөз шеберлерінің ортасында бір әдемі кешті бастамақпыз. Кештіміздің иесі 100-ден асқан 107 жылдық тарихы бар Жетісу газетіне өзінің 70 жылдық ғұмырының 35 жылын өткізген. Сол 35 жылдың 20 жылын Талдықорған төрінде өткізген. Осында біраз журналистің ұстазы, Әмір ағамның, Нүсіп ағамның, Қуат ағамның әріптес замандасы, бірімізге анадай болса, бірімізге жанашыр әккі болған, біріне сырлас дос болған, жалпы жан дүниесі бір ерекше мейірімнен жаралған, жөні бөлек, өзім айтамын, қаһарман Қабдолдың қызы деп. Кешегі от пен оқтың ортасында әкесі қан майданда бір аяғын сол майдан даласына тастап кетті. Майданнан келгенде тізеден төмен қарай ағаш аяқпен өмірінің соңына дейін осы елде еңбек етті. Сол қаһарман Қабдолдың қайсар қызы Жангүміш Жәменке, қыздың жасы 18-де. Ал Жәке, Жұмабай түсіріп бітсе, сізді төрге шығарайық қошеметпен. Бүгін бір әдемі шырағын жағып, руханияттың осыған бір жан дүниемізді жылтайық. Жангүміш әпкеміздің өмір атты әңгімесі назарларыңызға ұсынылады. Кешеден бері күнделікті ішіп жүрген, кілегей қатқан қою шайды сұрауды да сиретті. Бөлмесіне шашке көтеріп кірген зайыбына басын шайқады. Еңсесін көтеріп, үнемі тәкаппар сырбаздығынан жаңылмайтын, сонысымен төмен етектіні елеңдетпей қоймайтын, жүрген жері әзіл оспақ,
әдемі қалжыңдарымен көмкеретін көрікті жігіт ағасының көздері ғана өзгермеген. Ой мен сыр тұнған жанарларда мұң сәулесі кіреукеленеді. 6 ай. Бар болғаны жарты жылда, енді арманым жоқ дегендей болып, 30 жыл аңсаған, түсінде көре шаршаған. Көзін ашқанда бала орнына ауа қарманып жататынын түйсініп, өзегін өртеген, ешкімге тіс жара алмайтын құпия тілегі, көлеңкедей елесіп жүрер арманы әкелеп алдынан шыққанда еміренген. Елжіреткен перзентін иіскеуден, қылығын қызықтаудан мейірі қанбай жатып, тағдырдың тарлығын-ай. Жылдар бойы күбірлеп жаратушыдан бір шикі өкпеге ернімді тигізе көр. Одан басқа ештеңе. Қолдың кіріндей байлықта, жүрегіңмен қоса өзіңді жұтар қызметте сұрамаймын дегенінде, денсаулықты қоса өттім дегенін қараш деген пендешілік алыстан көмескіленеді. Ажалыңды ертіп келдің дегенде үнсіз ұғындыратын кесел жабысқалы, өлшеулі демінің үзілер сәті жақындағанын жүрегі мойындағысы келмесе де, санасы сағатын санауда. Сонау бір кездері жарқылынан төңірегіне нұр шашатын жанарларды тұмшалаған мұң, соның көрінісі. Көкжиектен күн сәулесі арай бергенде, қасында отырған Гүлназды ауыстыруға келген Жұмагүлге, далаға шығамын, таң сәрідегі саф ауамен демалайыншы деді. Қосылғалы Мәліктің тілегін екетіп көрмеген зайыбы, орнынан жеңіл көтеріліп, есік алдына қолайлы орын сайлап, көрпе, төсек, қасына қоятын жастығын шығарып келді. Сыртынан жамылуға қалың халатын ұсына беріп еді. Жоқ, ана ақ костюм шалбарымды, ақ туфлиімді әкелші деді. Айтқанын әкеліп, киінуіне көмектесіп, шашын жайлап тарап, қашан ғадетімен иіссуын шашып, қолтығынан демеген қалпы екеуі далаға шықты. Келесі көше бойындағы қаз қатар тізілген үйлер ортасынан 2 қабатты еңселі мектеп бірден көзге түсті. Осыдан 30 шақты жыл бұрын дипломды маман болып, табалдырығын аттағанда ол жерде 1 қабатты ғана мектеп еді. Бойлары өзіне жақын 10-шы сынып оқушыларына дәріс оқуға жүрексінген, қызғалдақтай бір ашқан бойжеткендердің батылдауы көзін алмай ұзақ қарап, өзін төңіректей бергенін сасқалақтағанда жанарын жасыра жер таппайтын, 2 қолда алдына сыймайтын. Алматыда өткен 5 жылда көрген білгенін, көкейіне түйгенін ауыл мектебінің дәстүріне енгізуге, таптаурын болған тәртіп шеңберіне өзгеріс жасауға тырысатын. Жақсылықта құмартқан жылдар ай десекші. Сол уақыттың өзінде аңсайтын, қимайтын, сағынатын, сәт сайын сезінетін. Ең ескі ескерткіштей болып көз алдынан елестері көлбеңдеген сағым жылдар, суреттері бірінен соң бірі жылжи береді. Ауылға дәрігер қыз келіпті деген жаңалық осы жұмыс орнын көріп үлгерместен үйді аралап кетеді. Елмен бірге Мәлік те естіген. Арада шамалы уақыт өткен соң, жаста болса білгір екен, ауырып тұрған жеріңді дәл табады. Берген дәрілері бір керемет. 2-3 күн ішсең, құлан таза жазылып кетесің деген соңғы хабарлар сымсыз телефон арқылы тарап жатты. Сыныбындағы сабақты жиі босатып, тәртіпсіздіктің алуан түрін ойлап табатын Алтайдың ата-анасымен жолығу үшін сол үйді бетке алып Мәлікте келе жатты. Оқу жылы аяқталуға таяу мамыр айының ортасынан ауған тұс еді. Күн ыстық. Көлеңке жағалап, үйлердің қоршауына таяу жүріп келеді. Кенеттен жайоғындай жанарын қарыған сурет алдында тоқтап тұрғанын өзі де аңғармай қалды. Ауыл ішінде ауылдықтар кір жуатын үлкен легенге басын еңкейтіп, бір әйел шашын жуып жатты. Шашының ұзындығы мен қалыңдығы соншалық алдындағы үлкен ыдысқа сыймай жатқандай жүзі көрінбейді. Қыз жібектің көзін байлаған шашта мұның жанында түк еместей. Аяқ астынан бір күшік шәуілдей жөнелмегенде бұл жерде қанша тұрарын кім білсін. Мәлік амалсыз алға жылжыған,
келіншек не бойжеткен екенін білмесе де қалың ормандай қара шаштың әр талы бір-біріне жалғашып, жол бойы ілесіп жүрді. Сол сәтте көзге көрінбейтін сол шырмауыққа жүрегінің тұтқын болғанын шамалап жататындай емес еді ол. Сұрастыра келе ол үйде қыз да, келіншек те жоқ. Жалғызбасты кітапханашы апа тұратын болып шықты. Ауылға келген дәрігер бұл күнде 30 жылға жуық жұптасып өмір кешіп келе жатқан Жұмагүлі сол қыз еді. Күнде кешке клубта болатын кино мен би кештерінде анда-санда ғана бой көрсетіп, жолын аңдыған жігіттерді сан соқтырып, елеусіз ғана кетіп қалып жүретін, әдемілігіне кербездігі сай тәкаппарлау бойжеткеннің көңілінен шығып, көзіне іліну үшін ауылдың жігіт желеңін естімеді дейсің. Онымен билеуге қолы жеткендер ақ төр көктер болғанына, қыпша белге қолы тисе қалтырап дірілдегеніне қарамастан, айға қолы, көкке төбесі жеткендей төңірегіндегілерді көзге ілмей бүлінетінде қалатын. Мәлік болса қыз сезімін селт еткізу үшін стратегиялық жоспар жасаған. Алдымен өзіне бәсекелес болады-ау деген ауылдың 3-4 жігітін басын қосып, жолына кедергі болмаңдар, бұл қыз менікі, мен оны Алматыдан бері білемін деген уәж айтты. Үлкеннің алдынан өтпейтін қасиет ана сүтімен дарыған жігіттер іштері күйсе де үнсіз шегінді. Сонан соң ақ халатты әппақ қыздың жүрегіне шабуылға шықты. Гүл сыйлады, ән айтты. Қайда барса да көлеңкеде елесті. Ымырт үйірле өзен жағасындағы жалғыз ағаш сүйіктісімен жолықтыратын театр, кафе, мейрамхана да бола білді. Студенттік шақтың қызықтары, арасынан табылып қалатын ортақ таныстар, әңгіме көп. Қалағаны медицина болғанымен әдебиетті, өнерді, өлеңді танып, талғаммен түсінетін, жанымен жақсы көретін. Сондықтан да болар жұмбақтау жағы басым көрінер құрбының жүрегіне Мәліктің әдемі әзілі, той томалақта ауыздыға сөз бермес шешен асабалығы, сезімге тұндырып тыңдатар әуені. Әуен ырғағынан аспай билер икемді қозғалысы тұзақ болып құрылды. Махаббатқа мас болып, талай түнді кірпіктері айқаспай таңға ұлыстырған жастық шағының бал шырынды сәттерін еске алса, 60-тан асқан осынау шағында да жүрегі бір шым етері хақ. Шын сүюдің, мөлдір сезімнің құдіреті деген осы болса керек. Сол сезім әлі күнге жетелеп жүр. Сол сезім үшін кешірді оны. Екеуінің үйлену тойы ауылға ғана емес, аудан шетіне дейін тараған керемет болып өтті. Сондағы Жұмагүлдің сұлуынай. Пәктігімен тазалығының жарысындай қалыңдықтың әппақ көйлегі мен ақ желегі қыз күннің ақ гүліндей еді. Өзіне ғана мәлім ішкі сезімінің соқтығыстары анда-санда бетінің ұшын қызартып шыға келгенін көрген жан осы бір сұлулыққа тамсанбай қалмаған. Бірі мұғалім, бірі дәрігер. Алда толған арман, жүректері бақыттан тулаған екеу өмір жолында қиындық болатыны, тағдырдың тасырлығы туралы ойланбапты. Бір-бірін қуантудан өзге ештеңеге алаңдамай, аптаның айға, айдың жылға ұласқанын елемеді. Арада 3 жылға уақыт өткенде келіншегінің ішінің томпаймауы көрші қолаңның әңгімесіне арқау. Сүйіскен жандар жүрегіне сызат болды. Томпаңдаған сәби, былдырлаған бала көрсе, өздерін бейне бір ұрлық үстінде ұсталған ұрыдай қолайсыз сезінетіндері де рас еді. Дәрігер емес пе? Бір күні әңгімені Жұмагүлдің өзі бастады. Мәлік, мен ешқандай сақтық шараларын жасап жүргенім жоқ. Әбден тексерілдім. Білікті деген гинекологқа қаралдым. Олардың айтуы бойынша, енді сенің дәрігер алдына баруың қажет. Көңіліне өрмекшінің торындай торлай бастаған ой өрмегін келіншегінің көңіліне қаяу түсіреме деген қауіппен сыртқа шығармай, жүрегінің түбіне жасырып қойған болатын. Күтпеген жерден басталған әңгіме арнасы өзіне қарай бұрылғанда қапелінде аузына сөзде түспеді. Жүрегімен қалап, бар жан тәнімен сүйіп алған жарын бауырына тартып, шашынан иіскеген қалпы үнсіз қалған. Әңгімені әрі қарай өрбітуге екеуінің де дәті шыдамады. Сынаптай сырғыған уақыт араға тағы да 2-3 жыл салды. Аралас құралас бірге жүрген достарының тұңғышы мектепке барып, тілашар тойынан келген күні бұлардың зар сапырғаны сыртқа шықты.
көрер таңды көсілмей атырған олар бауырға басар бала қызығы, қылығы туралы кезек-кезек алуан әңгіме айтты. Бірде күлді, бірде жылады. Менен кінә жоқ, тағы да тексерілдім, деді Жұмагүл сөз арасында елеусіз ғана. Алайда бұл Мәлікке сен перзент сүйіп еміренбейсің деген үкімді естілді. Дәрігерге барып тексерілуге кінәраты болса, жөн жосығын білуге ауылда өскендігі ме, әлде бұл мәселедегі қазақы тұйықтығы ма, әйтеуір бір тежегіш босатпады. Енді Жұмагүлдің шашына оранып, тамағына тұмсығын тығып ұйықтағаннан өзге бақыт іздемейтін жаны құлазуды шығарды. Көп ұзамай қайын жұрты жағынан бір шараны асырап алды. Перзентханадан сәбиін көтеріп шыққан Жұмагүл мен Мәліктің сол кездегі қуаныштан алаулаған жүздерін көргендер әлі ұмытпаған шығар. Бау берік болсын айтуға асыққандар, шілдехана, бесік той, тұсаукесер толып жатқан ырым-сырымның түгін қалдырмады. Қуанышқа ортақтаса білді. Енді бұлардың шаңырағы бейне бір құс қонған көлдей базарлы күйге бөленді. Ауласына жөргек жайылып, үй іші ойыншыққа толып, кәмбиттің қағаздары шашылып, бала деп жан ұшыратын күйге түсіп, жылуынан сұлулығы басым отбасы ерекшеленіп, арманның күлкісімен, былдырымен көмкеріліп шыға келді. Оның бәрін айтып тауысу мүмкін емес еді. Мектептен үйге қайтарда Мәліктің аяғы жерге тимейтін. Ол арманның тілі папа деген бір-ақ ауыз сөзбен шыққанда оның жүрегі жарыла жаздайтын. Міне арман. Жұмагүл екеуі ұлын ортаға алып жетелеп, мектепке апарғанда өзін елде жоқ батырдай тұлғаланып сезінгенін қайтерсің. Сол жылы арман қарындасты болды. Баланың жалғыз болғаны жарамас деп соңынан Әйгерімді ертті. Жылдар жылжып жатты. Қыз бала тез есейеді ғой. Әйгерім бой жетіп, алдымен тұрмысқа шықты. Арман білім буды. Уақыт өзгерді, қоғам жаңарды, нарық келді. Елдің барлығы базар жағалап күнкөрістің жаңа түрін батылсыздау болса да қолға алып жатқан шақ еді. Елгезектігі ме, тәуекелдігілігі басым Мәлік те мектепті қойып, меншік түрін бастамақ ниетпен бал мазарын ашып, шаруасын түзеуге бет бұрды. Ауыл шетіндегі бос жатқан жерді қоршап, жан-жақтан келушілерге қызмет көрсете бастады. Шағын қонақ үй, асхана ашты. Көктемнің алғашқы мейрамы әйелдер мерекесі еді. Өзінде жұмыс істейтін қыз келіншектерді құттықтап, дастархан жайды. Бір қауым ел мәре-сәре болып мерекені атап өтті. Осынау ортада ашылып сөйлемей, жымиып қана отырған, жанарында мұңы басымдау қараторы келіншекке Мәліктің көзі түсті. Сол Гүлназ күн өткен сайын жанына жақын бола бастады. Белгісіз бір күш оған қарай жетелеп, көзіне көрінбей қалса іздейтінді шығарды. Елудің ішіне енгенде бұлайша елеңдегенін өзі де түсінбей қалды. Кейін білгеніндей, күйеуі аяқ астынан жол апатынан қайтыс болып, 2 баласын жалғыз өзі тәрбиелепті. Өзінен 20 жас кішілігі бар Гүлназ 30 жыл бойы Жұмагүлден өзге әйелді көзіне ілмеген Мәліктің жүрек қылын шертті. Оның қасынан табылғанда шашына ақ кіргенін де, жиенінің аталайтынын да ұмытып кететін Мәлік. Өзге түгілі, өзі мойындауға қорқатын осынау әдемі ұрлығы құпия қуаныш болып жалғаса берді. Кезекті бір оңаша сәтте Гүлназ ұйықтаса түсіне кірмейтін жаңалықты жариялады. Ол, «Мәке, мен 2 қабатпын» деді. Рас, кіндігінен бала көруді талайына жазбаған тағдырына мойынсұнып, Жұмагүлдің бақытына обал жасадым-ау деген ой қылаң бергенімен, елге аңыздай болып тараған махаббатын, қыздай қосылған ағадал жарын қимайтында өз жанын өзі қинайтын. Мына жаңалық ашық күнгі жай отындай жүрегін жаралап, санасын сансыратты. Гүлназдың сөзіне ләм деместен орнынан тұрды да есіктен шығып кетті. Аңтарылып Гүлназ қала берді. Жүріп келеді, ілбіп келеді. Сонда қалай, Гүлназдың менен басқа біреуі бар ма? Я, өзінен 20 жас үлкен мені не қылсын ол? Біреуі болса, 2 қабатпын деп, маған неге айтады? Әлде денсаулығында кінәрат жоқ деп Жұмагүл алдады ма? Өзімді бедеуге санап, Жұмагүлге 62 тамырын идіртер нәресте сыйлай алмағаным үшін
оның маған байланған тұл өмірі үшін өкініш өзегімді өртеп жүргендегі мына жаңалық. Бақытым ба, сорым ба? Риясыз сенген екі әйелдің қайсысы жалғандыққа жол беріп отыр? Сан сауал санан осқылап, үйінің алдына қалай жеткенінде аңғармай қалды. Сарт еткен есіктің екпіннен секем алған Жұмагүл алдында отырған кішкентай жиенін тұрғызып жіберіп, орнынан қозғала беріп басын көтергенде Мәліктің қап-қара болып түтіккен түрінен шошып кетті. Не болды? Тыныштық па деді күмілжіп. Істің мәнісінен хабары болмаса да бір қолайсыздықты жүрегі сезгендей. Сен аярсың. Мұндай өтірік айту аярлық. Сен білдің ғой, дәрігерсің, менде кінә жоқ екенін. Не деп тұрсың, түк түзінсең бұйырмасын деп бұрын соңды күйеуінен балағат сөз естіп көрмеген Жұмагүл асып састы. Істің мән жайына қаныққан соң ғана, менің жатырым дамымай қалған. Еш уақытта жүкті бола алмайтындығым екеуміз үйленген соң 2 жылдан кейін ғана анықталған. Қандай шешім қабылдауды білмей әбден сансырадым. Шындықты жарияласам ерте ме кеш пе сенен айырылып қалатын шығармын деп қорықтым. Өзіңді жақсы көруім, сүюім бәрінен жоғары тұрды. Сондықтан да оңашада сені алдап жүргенім жанымды қинаса да, таңертең көзімді ашқанда қасында жатқаныңды көргенде одан өзге бақыт іздемедім деп. Егілген Жұмагүлдің көзінен тарамданып аққан жас жүзін жуды. Мәлік те бағанағы екпіні басылып, назалана жылап, ішіндегі дерті мен мұңын сабырлы қалпынан жаңылмай кеудесіне домалаған көз жасын сүртпестен айтып отырған Жұмагүлін ақырын барып бауырына басты. Екеуі қосылып жылады. Сені менің көзіме шөп салады-ау, сөйтіп бір күні өтіргім ашылар деген күдік болмапты деген Жұмагүл басын көтерді. Кінәламаймын, маған алаңдама, басыңды дауға салмаймын. Оны 2 қабат болғанымен дәл мендей сүймесің анық. Кешір алсаң кешір. Бет жыртыспай-ақ ажырасайық. Екі оттың ортасында қалған Мәліктің жан дүниесіне қылбырау түсті. Өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмаудың жолын іздеді. Жол сілтеші деп кімнен жөн сұрап, кімді араластырар отбасылық шаруасына. Ақыры бір шешімге тоқтады. Гүлназға барып ешқандай түсік жасатпайсың, туасың деді. Өзінің 2 баласы барын, некесіз туудың қалай болатындығын суыртатпақтатқан Гүлназға некені мешітке барып қидырамыз. Құдайға шүкір, 2 отбасын асырауға шамам жетеді. Жұмагүл де ешқайда кетпейді, сол отырған жерінде отырады деді. Өмірге Әсел атты қыз келді. Перзентханадан шығарып алуға Жұмагүл әпкесі Мәлікпен бірге келіпті. Сәнденіп киінгені, қолындағы бір құшақ гүлі мен сендерді кінәламаймын деп тұрғандай. Ашылып сөйлемесе де оның жүріс тұрысында бір қуаныштың лебі бар. 6 айдан соң емшектен шығартты да Әселді бауырына басып Жұмагүл бесік тербетті. Гүлназ қаладағы жұмысына шықты. Үлкен шаңырақтағы жиын тойға ғана келеді. Жұмагүлді әпке дейді. Ағайын туғандарының алдында беттері ашық, бір кереметі Гүлназ жастығын бұлдап, бала тауып бергенін құндап кердеңдемей, кішірейе білді. Мәлікте сыйлағаны, құрметтегенінің көрінісі болса керек. Тіпті үшеуі бірдей баруға тура келетін туған туыстардың келін түсіру, қыз ұзату сияқты тойларында Мәлікпен қатарласпай, Жұмагүл әпкесінің сағы сынбасын деп орын береді. Өзі төменіректе елеусіз отыруға қорланбайды. Әселді 9 ай көтеріп, алда емізгені болмаса, қызым деп шашын өріп, не қолынан жетектеп көрген жоқ. 2 жылдан соң Әселді майғұрық атандырып, өмірге Мұрат келді. Мәлікте ес-түс жоқ, ол сондай бақытты. Өлгені тіріліп, өшкені жанғандай. Қанынан қан, тәнінен нәр алған осынау бір жапырақ шикөкпенің құдіреті, күші осыншалықты деп кім ойлаған? Соны сезіндірген, сол сезімді бұйыртқан жаратушыға жалбарынып, Алласын аузынан тастамай күніне сан мәрте алғыс жаудырудан жаңылмайтын Мұраттың өмірі осылай жақсы өтіп жатты. Оқиғасы мен жаңалығының жылдамдығы желдей мынау уақытта ағайын туған, көрші қолаң, бұлардың осынау біреуге ерсі, біреуге кереметтей көрінетін жағдайына көздері үйреніп, көңілдері көндігіп кеткен. 2 әйел бір еркектің, бір еркек қос әйелдің қас-қабағына осынау 2 балапан үшін қарап, әрқайсысы көңіл жарасын әлдері келгенше жамап, жасқап, жан дауасын сәби күлкісінің сыңғырынан іздеді. Мәліктің қабағы кіржиіп мазасы болмай жүргенін байқаса да,
Жөн жосығын сұрауға еш қайсысының батылы бармады. Қайда барса да өзіне қарап жаутаңдаған жанарлардан қашып, құтылмайтынын сезген ол қалаға барып дәрігерге қаралатынын, Гүлназдың өзімен бірге баратынын айтқан. Дәрігер көпті көңілдің төрінен қара бұлт үйіре түсті. Қатерлі ісік. Енді бәріміз бір шаңырақтың астында тұрамыз деп салып жатқан 2 қабат үй. Әлі бастауыш сыныпты бітірмеген қызы мен ұлы, олардың бүгіні мен болашағы, алға жетелеген арман ойлары құм болып жерде қалатын болды ма? Бұл өзі аты айқындалса болды, алып ұратын кесел екен. 6 айдан бері дәрігердің аузынан шыққанды қалт жібермей жүрсе де, жеңілдікті тек бүгін ғана байқаған. Далаға шыққысы келгенде, сондықтан болар. Таңғы ауаның тамашасына жұтқан сайын тоймайсың. Кеңсірігің ашылып, бүкіл денеңе тамаша бір нәр тарап жатқандай. Бірі қыз, бірі ұл жетектеген 2 әйел қыр басындағы зиратты бетке алды. Сырт көзге екеуіне ортақ көрінген, іштей бір-біріне қимаған мәңгілік махаббаттары мәлігімен тілдесуге барады олар. Үнсіз, күн сайын осылай. Тек қайтарда оның мінез құлқын, қызықтарын, еріктерінен тыс бір-біріне айта бастайды. Вай, өмір-ай, өмір-ай. Мінеки, қадірлі сөз бар қауым. Жаңғымыш Жәменге әкпеміздің қан жүрегінен құлап, қаламнан қағаз бетіне түскен өмірдің, шынайы өмірдің бір белесін көргендей болдық. Қаламыңыздың қуатты, жүрегіңіздің шуақты екенін бір сезіндірдіңіз. Келесі бөлімге көшейік Жәкен. Бүгінгі әдемі кешіміздің әсел кешімізде біз енді Жәкеңнің кітабын сөйлеттік, қаламын сөйлеттік, енді Жәкеңнің өзін сөйлетейік. Сіздің алдыңызда бір сыр сандық тұр. Сол сыр сандықта бірнеше сұрақ жазылған. Өзіңіз алып, өзіңіз оқып, өзіңіз жауап бере бересіз. Біз демаламыз кішкене. Кез келгені. Ал кеттік. Жан дүниеңіз мұңға батқанда кіммен сыр бөлісесіз деп. Жан дүние мұңға батқан кезде біреумен сыр бөлісу, тірі адаммен сыр бөлісу қиын ол. Ол сенің сырыңды түсінбейді ғой. Мен ондай сәттерде өлең оқимын. Мен сұмдық өлең оқығышпын кішкентай кезімнен. Мен Фариза, Мұқағали, Анна Ахматова, мен бүкіл өзім жақсы көретін ақындарым бар, соларды мен дауыстап оқимын. Дауыстап, жалғыз отырып оқимын. Мен сонда жаным жеңілдейді. Яғни сіздің сырласыңыз өлең. Өлең менің сырласым. Келесі сауалға кеттік. Бұл өмірде ең бірінші кімге алғыс айтар едіңіз деп. Енді мен ойлаймын, бұл өмірде саналы адамның бәрі ең бірінші жаратушыға алғыс айтатын шығар. Мен де сол жаратушыма алғыс айтам. Оның кейін ата-анама. Сосын мына өмір жолында маған көп жақсы адамдар жолықты. Ақылын айтқан, мен түсінген, өзім мойындатқан небір жақсы адамдар болды. Мен солардың барлығына алғысым айтам. Сізді бақытқа бөлейтін нәрсе немесе сәт. Адамды бақытқа бөлейтін нәрсе болмау керек деп ойлаймын. Адамды бақытқа бөлейтін сол бір қасқағым сәттер болады. Кез келген нәрсеге қуана білем. Мысалы, менің балам Айбардың кез келген жетістігіне қуанам ең бірінші. Онан кейін менің немерем бар, Айбике деген. Соның әрбір қылығына қуанам. Енді бұл қазіргі сәтті әші болған кезде. Енді жастық кезде арман мақсат болады, оған сол бақыт іздейсің, бірдемеге жетсем дейсің, соған қарай ұмтыласың, сол кез бақытты шақ деп ойлаймын. Ал оған қол жеткізгеннен кейін уже қызық болмай қалады.
келесі бақытты күтесіз ғой. Дәл бүгінгі осы отырыс бақытты сәтке жата ма? Өте ең мынау 70-ке келгендегі ең бақытты сәтке жатады бұл. Мен осы жерде көрген, білген, бірге қатарлас болған, көз көргендер, мен жалпы осы Талдықорғанда көп жақсы адамдарды жолықтырдым. Маған өте осы адамдардың барлығы, осыларды көргенім маған керемет бақыт. Мынау күшті екен. Айналаңызда бір нәрсені өзгертуге мүмкіндік берсе, нені өзгертер едіңіз дейді. Ал кеттік. Ой, қандай керемет. Маған ондай мүмкіндік берілсе, мен ең алдымен мынау біздің қоғамдағы жемқорлық пен жағымпаздықты өзгертер едім. Осы екеуі өзгерсе, біздің тілімізді құрметті өзгерер еді. Сол ана тіліміздің мынау қалада, көшеде, ешбір жерде қазақ тілінен басқа сөз жазылмауын өзгертер едім. Соған қол жеткізер едім. Ай, сәттен ай. Көбіміздің көкейіміздегі дүние. Өмірді қайта бастау мүмкіндік берілсе, қай саланы таңдар едіңіз дейді. Бұл мамандыққа қатысты болар енді деп ойлаймын. Мен бұл мамандық ұзақ келдім. Өзім ең бала кезден жақсы көрген мамандығым журналистика. Мен мектеп бітіргесін 8 жылдан кейін журналистикаға түстім. 8 жылда бет алдым. Сол осы мамандықты қалар едім. Ештеңе басқанды қаламас едім. Ана 8 жылдың орнын толтыру үшін ба? Иә. Жақсы. Терезеден жауған жаңбыр көңілсіздік ұялатты ма, әлде әуезді ән тыңдап кітап оқып елемеуге тырысасыз ба дейді. Күшті екен. Мен жұлдызнама деген бар ғой, мен сол бойынша суқиғышпын. Сол кейбіреулер сенбейді, бірақ мен суқиғыш бойынша маған анықтауыштардың бәрі маған дәл келеді да, сондықтан болар мен өзім суды жақсы көрем. Қысты күні қар жауса да, жаздың күні жаңбыр жауса да, мен оны сондай жақсы көрем бала кезімнен. Жалаң аяқ жаңбыр жауғанда біздің жақта жалаң аяқ шөптің үстінде жүргенін жақсы көретінмін. Ал қазір енді жаңбыр жауса олай жүгіре алмайсың, терезеден қарап тұрасың. Сосын қандай ебің бар әлде? Жаңбыр төкті, еш басылмай, қоштасудың көз жасындай деп, аңыздап бір ностальгияға беріліп тұрам. Күні көргіріп, жаңбыр төкті, о жол күндер қайда кетті, жаштығымның жиги-жиги қайда бастай кете барды. Қазақша қырғызша жібердік енді. Келесі бөлімге көшейік. Бұл ой омарта ғой енді. Сіздің әңгімеңізді тыңдады. Жай ғана тыңдаған жоқ, арасында бір-бірлерімен әңгіме оқылу үстінде ой бөлісіп отырғандарыңыз. Осы сіздің әңгімеңізге ерекше мән беріп отырған осы үш ағамды ортаға шақырады. Ал енді ой бөлісейік. Сіз Жәкеңнің журналист екенін білесіз. Қанша жылдан бері мінекей былайша айтқанда өмірлеріңіздің ең бір сәулелі шұғылалы сәттер бірге өтті. Ал бүгінгі әңгімеден бастайық әңгімемізді. Қазақ айтады, дарияның дәмі тамшысынан байқалады дейді. Жаңағы әңгіме арқылы сіздің бойыңыздағы жазушылыққа, қасиетті қаламға деген қабілетіңізді, ішкі жан дүниеңіздің терең қатпарларындағы анау-мынау адамның көзі де, жаны да, сезімі де жете бермейтін иірімдерді байқадық. Ең бастысы бұл әңгімеде ұлттық колорит бар. Сол ұлттық колорит болғаннан кейін, қазақи қалып сақталғаннан кейін, ол әңгіме нанымды шығып отыр, иланымды шығып отыр, жүректерді тербеп, көңілдерге қонақтап отыр деп есептеймін. Солай бола тұра, оның ауыртпалықты, трагедиялық тарыс-бұлтарыстары бола тұра, жылы лиризм бар. Ол да сіздің табиғатыңыздан, ішкі жан дүниеңізден өрбіп, өсіп отырған желіс деп есептеймін.
Жәкең жалпы егерде журналистикасының мынау әлгі айтамыз ғой, қара еңбегіне, ішкі қызулы әлгі еңбегіне жегілмегенде, шын мәнінде классик жазушы болар еді. Өйткені бұл кісі Ғабит Мүсірепов пен Сәбит Мұқановтың елінен, сол өңірден шыққан, сол ауамен, сол табиғатпен тыныстап, солармен көкірегіне тиіп, көркем дүниені бойына жинап өскен адам жазушы болмасқа, мықты қаламгер шықпасқа болмайтындай еді. Бірақ журналистика деген ол өте ауыр еңбек. Одан адамның бүкіл жан тәнмен берілуін, бүкіл күш қабілетін, санасының небір тәтті, небір мәнді дүниелерін суырып алатын мамандық. Ал Жұмахмет аға. Жұмахмет ағам теле арна арқылы келген, бірақ осы жетісу жерінде танысқалы бері ең кітап оқитын және сол оқығанын дұрыс пайдаланып, талай бағдарламада елге ұсына білген бірден бір үлгі болып жүрген ағамыз Жұмахмет аға. Сізге кітап оқу, әңгіме туралы айту қиын емес қой сізге? Жәке, құтты болсын, кітабыңыз, тойыңыз құтты болсын. Әмір ағам айтып жатыр ғой, егер сіз журналистика газетте болмай таза жазып кетсеңіз, жаңағы керемет классик жазушы болып кетеріңіз айтып жатыр. Бірақ енді оған келісуге де болады, келіспеуге де болмайды болады. Бейсен марқұм ең бірінші директор болып келді ғой. Сол кезде мен телевизияда хабар жасайтын, жаңағы Иман Ашар, ой түрткі деген. Сонда Бекең айтатын, сенің барлық хабарың шедевр болып шығуы мүмкін емес. Оның біреу былай, біреу болып шығады. Бірақ әр хабарың сені қайрап жатқан қайрақ дейді жаңағы. Сен сол қайралып жатсың. Содан кейін мықты ары қарай хабарлар пайда болады деп. Мен ойлаймын, сіз сол журналистикада жүріп, неше түрлі мақала жазып, неше түрлі зерттеп, адамдардың жаңағы көлеңке жағында, күнге жағында көріп, біліп, сосын осындай бір керемет дүниелерге келдіңіз деп ойлаймын. Сондықтан сіз жаңағы қайралып, әлгі шарға ұстаған балтадай керемет жазып отырғаныңыздың астарында журналистик мамандығыңыздың фундаменті жатыр деп өзім ойлаймын. Енді шығармаға байланысты Твардовский деген бар ғой, білесіздер, орыстың. Солмада бір сөз бар екен. Когда человеку есть что сказать, он пишет повесть. Когда нечего сказать, он сочиняет эпопею деп айтады екен. Айтатын ой жоқ адам бұзырап айта беріп сөйлей береді, тойға барысында біреулер тұрып алады ғой, сол сияқты бұл жазуда солай екен. Егер нақты бір ойың болса, бір мақсатың болса, қысқа нұсқа, сіздің өмір деген әңгімеңіз сияқты жазып шығады екен да. Сол өмір, соның бір дәлелі болып тұр да. Бір кішкентай ғана әңгіменің ішінде бүкіл өмірді сыйғызып тұрсыз ғой. Шәкәрімнің бір шумақ өлеңге өмірді сыйғызатыны бар ғой, сол сияқты. Сіз енді бәрін керемет келтіріпсіз. Ол енді бақыт болып, бәрі керемет болып кетсе, ол енді нанымсыз болып қалар еді. Сіз бұл жердің жаңағы өмір ағасында трагедия де бар, махаббат та бар, бір арманның орындалуы бар, армандап кеткені бар, оның артындағы өнегесі бар. Қатты әсерде отырдық. Рахмет сізге енді. Ал Қуат аға. Енді жаңа тыңдадыңыздар ғой өмірді. Бұл оқиғасы бір бөлек. Қандай тіл, шеберлік. Қайталанбайды. Сөздер қайталанбайды. Болды, келді, кетті деген кейбір қаламгерлер сөйтіп жазады. Оқып отырсың. Публицистика. Сонымен кетіп қалады. Ал бұнда көркем тіл бар. Сөзді ойнату бар. Содан тіл байлығы, көзқарасының өте кеңдігі байқалады да, сүйсінесің тыңдап отырып. Шіркін-ай деп. Тілдің өзі керемет. Керемет, мен кітабыңыз қолымызға тиетін шығар, оқитын шығармыз. Бірақ осы теңіздің суы тамшыдан деп, осы бір әңгімеңіздің өзінен сіздің қаламгерлік қуатыңыз, сіздің жазушылық құдіретіңіз көрініп тұр. Құтты болсын. Мен ойлаймын, оқырмандар қуана оқитын кітапқа айналады деп ойлаймын. Шіркін, рахмет. Рахмет аға, болдыңыздар. Болды. Айтпай қойын деп, Жәкең өзі айтшы деп жатыр. Алғы сөзді. Бұл кітап Қазақ баспасөзінің қара шаңырағы Жетісу газетінде тапжылмай 30 жылдан астам жемісті еңбек еткен журналист Жәменке Жангүміс Қабдолқызының 70 жылдық мерей жасына тәлімгерлігін бағалайтын жетісулық шәкірттерінен ықылас сыйлық.
біз Жәкеңнің 70 жылдығына осындай сыйлық жасап отырмыз. Осы кітапты шығарып ағаларымыз бар, бәріміз жалғыз шәкірттер емес. Жаңа сіз айтқан айрандай ұйыған ұжымның осындай тартуы қабыл алдыңыз ғой. Осы кітаптың бір бөлігінде Жәкең жаңағы сіздер айтып отырған журналистика деген әлемге қалай келген туралы толғана келеді да, соңғысын тағы да оқығым келіп тұр. Бұл күнде ұжымда жасарған, кілең жалын атқан қаламы ұшқыр жастар жиналған. Бәйгенің алдын бермейтін қазанат, тек аға буын қалыптастырған сыйластық, бауырмалдық, қазақы қалып сол қалпы. Қара шаңырағым атпасын тірейтін төркінім, бүгін мен ешкімнің атын атап түсін түстемедім. Өйткені мен үлкен кіші барлығını жақсы көремін, сағынып жүремін. Қалайсыз деп қал сұрап қоңырау шалған жетісулықтың даусын естіген күні табаным жерге тимей қуанып жүремін. Ерекше бір күйге түсемін. Өздеріңді үнемі сағынып жүретіндіктен болар. Жан-жақтан түскен шұғыланың бәрін сағынып жүрген кезінде төлегенше жаздым осы жолдарды. Уақыт шежіресін жылнамалап жүрген әріптестер, жақыныңа жетелейтін, жүрегіңді мекендейтін сағыныш сарғаймасын. Барлығыңа амандық тілеймін. Өздеріңді сағынба мүмкін емес. Бұл Жәменке Жаңгүмістің жүрегіне шыққан сөз. Бүгін біз сол сағынышты кешке куә болып отырмыз. Ал енді мен ортаға Нүсіп аға сізді шақырам. Жетісудың ардагер ақсақалы және жазушылар одағы деген құтты шаңырақ бар, қаламгерлердің алтын ордасы. Сол жазушылар одағының Жетісу облысындағы өкілі, осы жердегі жазушылардың атаманы Жангелді Немеребай ініңізді шақырам. Және бір жиында өткізуге себепкер болған жанр әдебиет клубының Читка бағытындағы Есболат ініңізді шақырам. Тұсауын кесіп жіберіңіздер. Ал бәрекелді.